Қонақ үйді бір күн пайдаланғаныңыз үшін 150 мың доллар, яғни 70 миллион теңгеге жуық қаражат төлер медіңіз. Жер бетінде қызметіне қыруар қаржы алатын, бірақ қалталы қонақтарына өте сапалы қызмет көрсететін отельдер бар. Бүгінгі шығарылымда әлемдегі ең бағалы қонақ үй туралы айтамыз. Алдымен лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліңіз. 10-шы орында Бурдж-аль-Араб қонақ үйі. Біріккен Араб Әмірлігінің әкімшілік орталығы Дубай қаласында жасанды аралда орналасқан. Әлем оны әлемдегі жалғыз 7 жұлдызды қонақ үй ретінде таниды. Қайық желкенінің формасында бой көтерген ғимарат 1999 жылы пайдалануға берілген. 2 қабаттан тұратын 202 бөлмесі бар. Аумағы 780 шаршы метр болатын люкс номерлердің бір күндік құны 12 миллион теңгеге дейін барады. 9-шы орын. Америка Құрама Штаттары, Нью-Йорк қаласындағы The Plaza қонақ үйі. Отельдегі люкс номердің бір күндік құны 18 миллион теңгеге жуықтайды. Қонақтар өз бөлмесіне жеке лифтімен көтеріле алады. Люкс номерде 3 жатын бөлме, 3 жуынатын бөлме, қонақ күтуге арналған бөлме, 12 адамға шақталған жеке асхана және фитнес зал бар. Мұндағы жұмысшылар тәулік бойы әр келушіге жеке қызмет көрсетеді. 8-ші орында Фиджидің Лаукала аралындағы Hilltop Villa қонақ үйі. Аралдың ең биік нүктесінде орналасқан отельдің номерлерінен ғаламат көріністерді тамашалай аласыз. Жеке аспаз, бала қараушы, тіпті көлік жүргізушілер де қызмет көрсетеді. Бассейн, джакузи мен өзге де қажеттінің бәрі бар. Бұл қонақ үйдегі номерлердің құны 20 миллион теңгеге дейін барады. 7-ші орын. Мальдивтағы Рангали аралында орналасқан Конрад қонақ үйі. Бір күндік құны 22,5 миллион теңге болатын қонақ үй 2 қабаттан тұрады. Төменгі қабаты су астында 4,8 метр тереңде орналасқан. Мұнда да жеке аспаз қызмет көрсетеді. Бары, жаттығу залы мен бассейні бар. Бірақ бұл отельдің номерін кем дегенде 4 күнге алу керек. Сондықтан әр турист мұнда жоқ дегенде 200 мың доллардан астам қаражат тастап кетіп жатыр. 6-шы орында Мартинес қонақ үйі. Францияның Кан қаласындағы бұл отельде бір түн түнеу үшін 24 миллион теңгеге жуық қаржы төлеу керек. Мұндай сомаға қонақ үйдің ең биігінде орналасқан 4 жатын бөлмесі бар. Террасасы мұхитты тамашалауға мүмкіндік беретін үлкен люкс номер ала аласыз. 5-ші орын Four Seasons қонақ үйі. Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк қаласында орналасқан. Отельдің 52-ші қабатындағы Тай Уорнер Пентхаус деп аталатын номерінің құны бір түнге 30 миллион теңге шамасында. Оны жасақтауға 50 миллион доллар қаржы жұмсалған. Люкстегі 4 әйнек балконнан Нью-Йоркты әр қырынан тамашалауға болады. Мұнда бір жатын бөлме, жеке спа орталық, жуынатын бөлме және даладан тікелей номерге жеткізетін лифт бар. Сонымен қатар бұл люкстың қонақтары Rolls-Royce көлігін жүргізушісімен бірге пайдалана алады. 4-ші орында The Mark қонақ үйі. Ол да Нью-Йоркте орналасқан. Отельдің Grand Penthouse номерінің құны 34 миллион теңгеге жуықтайды. Бұл номердің аумағы 930 шаршы метр. Сондықтан Америка Құрама Штаттарындағы ең үлкен пентхаус номер болып есептеледі. 2 қабатты номердің 5 жатын бөлмесі, 6 жуынатын бөлмесі, 4 камин, 2 бары, 2 әйелдер бөлмесі және үлкен қонақ бөлмесі. Сонымен қатар аумағы 250 шаршы метр болатын үлкен террасасы бар. 3-ші орын. Президент Уилсон. Швейцарияның Женева қаласындағы бұл қонақ үйдің ең қымбат номерінің бағасы 36 миллиондай болады. Бұл номер отельдің барлық 8 қабатын алып жатыр. Оған жеке лифтлермен көтерілуге болады. Пентхауста 12 жатын бөлме, 12 жуынатын бөлме және Женева көліне көрініс беретін джакузи бар. Көмекші, жеке аспаз бен өзге де қызметкерлер тәулік бойы қызмет көрсетеді. 2-ші орын The Palms. Ең қымбат номері 45 миллион теңгеге жуықтайтын қонақ үй Америка Құрама Штаттарында Лас-Вегаста орналасқан. Ғимараттың 34-ші және 35-ші қабаттарындағы пентхаустың 2 жатын бөлмесі,
массаж салоны, Лас-Вегас көрінісіндегі джакузи және тұзды бөлмесі бар. Бірінші орын. Кариб теңізіндегі Сент-Люсия деп аталатын аралдағы Lovers Deep қонақ үйі бүгінгі күні әлемдегі ең қымбат отель болып есептеледі. Бұл классикалық үлгідегі қонақ үй емес, әрине. Суасты қайығындағы орналасқан қонақ үйдегі ең қымбат номердің құны 67 миллион теңгеден асады. Ең қызығы, қызмет көрсетушілер отельге келген қонақтар туралы ақпарат таратпау бойынша келісім шартқа қол қояды екен. Достар, бүгінгі ең қымбат қонақ үйлер туралы шығарылым ұнаса, лайк, пікір қалдырып, арнаға тіркеле кетіңіз. Сонымен қатар кезекті шығарылымдардан хабардар болғыңыз келсе, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.